Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздердің назарларыңызға грамматикалық категория және грамматикалық категорияның көптік және септік категориялары туралы ақпарат ұсынғым келеді. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, және каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Жалпы тілде грамматикалық категорияға мынандай анықтама беріледі. Грамматикалық мағыналардың жалпылануынан пайда болатын, бір-бірімен байланысты және бір-біріне қарама-қарсы қойылған екі немесе бірнеше грамматикалық мағыналардың жиынтығын грамматикалық категория деп атайды. Грамматикалық категорияны морфологиялық және синтаксистік деп екі түрге бөледі. Сейілбек Исаевтың оқулығында грамматикалық категорияның түзілуі үшін қажетті шарттары көрсетілген. Мұндай шарттардың саны төртеу. Бірінші шарт: грамматикалық мағына мен грамматикалық мағынаны тудырушы грамматикалық форманың, яғни көрсеткіштің болуы шарт. Екінші, грамматикалық мағына мен грамматикалық форманың арасында сәйкестік болу керек. Мысалы, зат есімге тән грамматикалық мағына мен сын есімге тән грамматикалық форма екеуі категория туғыза алмайды. Үшінші, грамматикалық мағыналар бірін-бірі жоққа шығаруы немесе бірінің орнына бірі жұмсалмауы керек. Мысалға, септік категориясына жататын 7 септіктің әрқайсының өзінің грамматикалық мағынасы мен грамматикалық формалары бар, олар бірінің орнына бірі жұмсала алмайды. Төртінші, грамматикалық мағыналар бір-біріне қарама-қайшы қойылғанымен бір тектес, кем дегенде екі немесе одан да көп мәндес мағыналар жиынтығынан тұруы шарт. Көптік категориясы немесе Сейілбек Исаевтың ұсынысы бойынша бұны сан мөлшер категориясы деп атауға да болады. Заттың мөлшерінің аз көптігін қамтып атайтын категория. Көптік категориясының берілу жолдарының 3 тәсілін көрсетіледі. Бұл морфологиялық тәсіл, синтаксистік тәсіл және лексикалық тәсіл. Көптік категориясының, яғни сан мөлшер категориясының морфологиялық тәсілмен берілуінде мынадай жалғаулар жұмсалады. Көптік жалғаулары лар, лер, дар, дер, тар, тер. Көптіктің көне түрі з, із, із. Бұл көне түрі көптіктің егіз, көз, біз, сіз деген сөздердің құрамында сақталған. Яғни егіз дегенде қос ұғым бар, көз дегенде жұп, және біз дегенде көптік мағына береді. Мыз, міз, ымыз, іміз. Яғни біздің баламыз, біздің балаларымыз дегенде осы тәуелдік жалғауының көпше түрлі тұлғасы да осы көптік категориясын көрсететін морфологиялық тәсілге жатады. Сіздер оқушысыздар дегенде де, сіз оқушысыз дегенде де осы көптік мән беріліп тұр. Бұл морфологиялық тәсіл арқылы берілуі. Сондай-ақ шарттырайлы етістіктердің, жеделдеткен шақ тұлғасындағы етістіктердің және бұйрық райлы етістіктердің жіктелуіндегі Қ, К жіктік жалғаулары да осы көптік категориясын, сан мөлшер категориясын көрсететін, яғни көптік мағына беретін морфологиялық тәсілге жатады. Біз барсақ, біз бардық, біз барайық. Көптік сан мөлшер категориясын берудің екінші тәсілі синтаксистік тәсіл. Мұның өзі екі түрлі жолмен көрінеді. Бірінші, сөздердің қосарлануы арқылы, мысалға ата, ана, қазан, ошақ деген тәрізді. Екінші, көп, аз, әлденеше, бірнеше, бірталай, қыруар деген сөздердің зат есімнің алдынан қолданылып көптік ұғымды беруді жасауы. Бұл синтаксистік тәсілге жатады. Лексикалық тәсіл біріншіден санауға келмейтін, даралап есептеуге келмейтін зат атауларында көптік мәнді білдіреді. Сүт, ұн, құм, шаш деген тәрізді. Екіншісі, ру, халық, ұлт, ел аттары, қазақ, қырғыз, орыс, тағы сол сияқты. Яғни көптік категориясы немесе сан мөлшер категориясының берілу жолы морфологиялық тәсіл, синтаксистік тәсіл және лексикалық тәсіл арқылы жүзеге асады. Көптік категориясының ерекше белгілері санамаланып беріліп жүр. Біріншісі, егер анықтауыш сан есімдерден немесе қос сөздерден болса, онда анықталатын есім сөздер жекеше қолданылады, бірақ көптік мағына береді. Мысалға, 100 кітап, қора, қора, қой. 100 кітаптар, қора, қора, қойлар деп қолдануға болмайды. Алдындағы кітаптың санының көп екендігін 100 деген сан есім білдіріп тұр. Немесе қойдың көп екендігін қора, қора деген қос сөз білдіріп тұр. Екінші, жинақтық ұғымда жұмсалатын қос сөздер ешқандай көптік жалғауынсыз көптік мағына білдіреді. Мая, мая, тіл, тілде, жер, жерде деген сияқты. Көпше түр көбінесе лар деген жалғау арқылы беріледі.
Бұл лар қосымшасының морфологиялық нұсқасы жоқ, тек фонетикалық нұсқалары бар: дардер, тардер. Лар жалғауының жалпы этимологиясы ашылмаған, дегенмен олар деген жіктеу есімдігінен пайда болған деген болжам айтылады. Төртінші, көптіктің қосарланған көпше түрі ұшырасады. Шет тілінен енген сөздердің өзі көптік мағынаны білдіретін сөздер осы қазақ тіліне енген кезде оған қайтадан көптік жалғауы жалғап қолданылады. Мысалға, мүсілім деген парсы тілінен мұсылман деген көптік мағынаны берсе, қазақ тілінде оған тағы да дар қосамыз. Мүсілім деген мұсыл деген көптік мағына мұсылман деген көптік мағына беретін сөзге біз дар қосып көптік мәнде жұмсаймыз. Бесінші, көптік жалғау сөздің түбіріне ең алдымен жалғанады. Көптік жалғауға қатысты айтылатын тағы бір мәселе бар. Көптік жалғаудың грамматикалық мағынасы көптік мәнді білдіру деп атаймыз. Көптік жалғауы тек көптік мәнді білдіріп қана қоймайды, көптік мәнмен қоса стильдік мәнде үстейді. Мысалы, құдайларыңды ұмытқан екенсіңдер, немесе Әбдірахмандар есік алдында тұр дегенде, мұнда құдайларың дегенде бір ғана құдай, бірақ бірнеше құдай емес. Әбдірахман дегенде бір ғана Әбдірахман, бірақ бірнеше Әбдірахман емес, яғни Әбдірахман және басқалар дегенді білдіреді. Көптік жалғауының осы қызметі бұл жалғаудан гөрі сөз түрлендіруші жұрнаққа сәйкес келеді. Екінші, көптік мәнмен қоса сан есімге үстеуге жалғанып, жалпы мөлшерді, болжаулық мағынаны да көптік жалғауы білдіре алады. Мысалы, жасы 30-дарда, 60-дарға келіп қалған, алдағы күндері барып қалар, бұрынырақтарда болған дегенде 30-дарда, 60-дарға, алдағы күндері, бұрынырақтарда дегенде болжаулық мағына тұр. Абстрактілі есімдерге жалғанып, салмақ, көлем, мөлшерлік мағынаны білдіреді. Ойлар, мұңдар деген мысалдар келтіруге болады. Заттың бірнеше адамға ортақтығын білдіреді. Астарыңды алыңдар, шайларыңды ішіңдер деген кезде. Септік категориясы. Жалпы септіктер бір есімнің екінші есімге қатысын немесе есімнің етістікке қатысын білдіреді. Септік жалғаулары немесе септік категориясы зат пен оның іс-әрекеті, қимылы, я зат пен заттың, я зат пен сынның арасындағы субъектілік, объектілік, меншіктік, қатыстық, мекендік, мезгілдік, көлемдік, амалдық, құралдық, себеп-мақсаттық сияқты қатынастарды білдіріп, заттық мән істеп тұратын түрлену тұлғасы. Жалпы септелу, сөздің септелуі дегеніміз сөздің септік жалғауын жалғап түрленуі. Септеу, жай септеу, тәуелді септеу болып бөлінеді. Жай септеу түбірге септік жалғауы тікелей жалғанады. Мысалға, балаға десек, түбірге септік жалғауы бар, септік жалғауы тікелей жалғанып тұр. Ал тәуелді септеуде түбір тәуелденіп барып септік жалғауын қабылдайды. Онда сөздің құрамы үш: түбір, тәуелдік жалғауы және септік жалғауы. Балама, баласына, баласын, баласында деген тәрізді. Осы жердегі бар септігінде, табыс септігінде келетін, жат септігінде келетін жалғаулардың құрамындағы ны Бағдан Момынова мен Жайна Сәтбекованың қазақ тілі морфологиясы есімдер деген оқулығында оны өзге бір тұлғаның қалдығы деп көрсетеді. Мен, бен, пен, менен, бенен, пенен деген көмектес септік жалғауының бір ғана жіңішке нұсқада келуі бұл септік жалғауларының білән, бірлән, мінән, мәнән, менен, мен шылауларының негізінде пайда болуымен түсіндіреді. Атау септігі септелудің парадигмалық жүйесіндегі түрленуші нөлдік тұлға. Ілік септігі ныңның, дыңдың, тің деген жалғаулары бар. Кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Оның грамматикалық мағынасы меншіктілікті білдіреді. Меншіктілік бұл туыстық меншіктілік, табиғи меншіктілік, бүтіннің бөлшегі, қыздың сапалық меншіктілік, иелену, қатыстық мағыналарын білдіреді. Мысалға, әкемнің үйі, сүттің қаймағы, екінің бірі, қыздың сұлуы деген тәрізді. Бар септігі кімге, неге, қайда деген сұрақтарға жауап беріп, жалғауы ғаге, қаке, нане, ае деген жалғаулар. Грамматикалық мағынасы жанама объектімен іс-қимылдың бағытын, бағдарын, аяқталар тұсын, қимылдың мақсатын, не үшін жасалғаны мысалға көруге барды, сындық қатыстықты, мысалға майға бай, сөзге шебер деген. Табыс септігі кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Н-ні, д-ді, т-ті және тәуелді септелуде н деген жалғаумен беріледі. Грамматикалық формасы, грамматикалық мағынасы қимылдың, әрекеттің тура бағытын көрсетеді, тура объектінің болуын қажет етеді. Кітап оқыдым нөлдік формада тұр, кітапты оқыдым ашық тұр. Жат септік
кімде, неде, қайда деген сұрақтарға жауап береді. Жалғаулары да, де, та, те, ында, інде іс-қимылдың болған, болатын орнын, мекенін білдіреді. Шығыс септік кімнен, неден, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Негізі жалғаулары нан, нен, дан, ден, тан, тен. Грамматикалық мағынасы іс-қимылдың шыққан, басталған орнын, уақытын білдіреді. Көмекте септік мен, менен, бен, бенен, пен, пенен, кіммен, немен деген сұраққа жауап береді. Және бірлестіктік, ортақтастықтық, құралдық, амалдық қатынасты білдіреді. Жалпы септіктерді грамматикалық септіктер және көлемдік септіктер деп екі топқа жіктейді. Грамматикалық септіктерге атау септігі, ілік септігі, табыс септігі жатқызылса, көлемдік септіктерге барыс, жатыс, шығыс, көмектес септігі жатқызылады. Құрметті тіл ғылымы каналының көрермендері, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Біз ұсынған ақпарат сіздің кәделеріңізге жарасын. Ақпаратты негізінен Ахмеди Исқақовтың қазақ тілі морфологиясы оқулығынан, Бағдан Момынова мен Жайна Сәтбекова құрастырған қазақ тілі морфологиясы есімдер оқулығынан және кестелі грамматика оқулықтарындағы ақпараттар пайдаланылды. Сау болыңыздар.